Неге қарашірік? Бұл жердегілердің барлығы негізінен тыңайтқыштар, иә? Тыңайтқыштар органикалық және де минералды болып екіге бөлінеді. Именно бұл жерде тұрғандары бізде калий мен мына жерде фосфор дегеніміз, азот дегеніміз. Қарашірік болады. Аха, дұрыс. Азот, калий, фосфор дегеніміз ол бізде минерал тыңайтқыш. А мына екеуі бізде органикалық тыңайтқыш. Сонда қарашірік дегеніміз бізде білетініміздей, ол қаяқтан түзіледі, өсімдік пен жануарлардың қалдықтары шіріп, сол жерден қарашірік пайда болады бізде. Ол өсімдіктің өніміне пайдасын тигізеді. Келесі сұрақ. Хроматофоры оралма тәрізді нәрсені тап дейді мына жерде. Спирогера. Шуламайықшы оқушылар, өшіріңізші микрофонды. Спирогера. Дұрыс, спирогера болады. Қазір спирогераның суретін көрсететін болсам, мінекей, осыған қарап, уже көздерімізге фотоға түсіріп алсақ болады, көзімізбен, иә, жатталып қалатындай қылып. Оралма тәрізді болып тұр мына спирогера. Бұл балдыр, иә, бізде спирогера деген тұщы су қоймаларында тіршілік ететін балдыр. Осы бізде жауабы. Дұрыс. Келесі сұрақ бізде былай дейді. Жүрегі үш қуысты дейді, және де қарыншасы жартылай пердемен бөлінген нәрсені тап дейді. Сазан, кесіртке, қырғауыл, кірпі. Кесіртке дейді. Кесіртке бізде білетіндей жорғалаушыларға жатады, иә? Жорғалаушыларға кесіртке, жылан, тасбақа, және де құбылғы, крокодилдер, солар бізде жорғалаушыларға жатады. Дұрыс. Сонда мына жерде В варианты бізде дұрыс екен. Келесі төртінші сұрақ. Ұшу қабілеті жоқ құсты тап дейді. Дегелек, қарға, құмай, тырна, және де страус. Бұл жерде білетіндеріміз именно қарға мен тырнаны білеміз бізде, олардың ұша алатындығы туралы. Құмай мен дегелекте бізде ұшу қабілеті бар. Тек қана страуста бізде ұшу қабілеті жоқ бұл жерде. Өзі құстар деген бөлінеді ғой екіге, ұша алатын құстар және де ұша алмайтын құстар болып. Соған мына жердегі страус жатады. Страусты негізінен түйе құс қой қазақшасы біз білетіндей, иә? Ол ұшпайтын құстардың тобына кіреді. Ол вообще негізінен ұша алмайтын болғанмен, бұның аяғы жүгіруге... Микрофон өшіріңіз. Жақсы дамыған. Неге көрмей алды? Так. Көрінбей алды. Иә, қазір мені өшіріп атыр. Микрофон өшіріп отырайық, ар жақтан жаман дауыстар естіліп атыр бізге қатты болып. Сонда бұл жерде не болды? Страус болды, иә, жауабымыз. Келесі сұрақ. Шартсыз рефлексті тап дейді. Шартсыз рефлекс. Қоламайды. Қоламайды. Шартсыз рефлекс дегеніміз ол туа пайда болған, тұқым қуалайды ол, және де тұрақты болады. Жүре пайда болады. Туа пайда болады, және де тұқым қуалайды, тұрақты болады. Бұл жерде жауап сонда туа пайда болады. Түсінікті ғой, иә? Шартты рефлекстен шатастырмаңдар. Адам еркінен тыс жиырылатын бұлшық ет дейді. Жүрек бұлшық ет, мысалға жүректің бұлшық етін өзіміз қолымызбен ұстап алып, мысалға былайда істей алмаймыз ғой біз оны. Ол біздің еркімізден тыс болатын нәрсе. Сондықтан да бұл жерде жүректің бұлшық еті дұрыс вариант болады. 7-ші сұрақ. Көз алмасының ішкі бөлігін толтырып тұратын іркілдек зат дейді. Көз жасы ұйықтырма бай. Алдыңғы недеде болған. Шыны тәрізді дене. Иә, шыны тәрізді дене. Мен алдыңғы сабақта мынаны көрсеткен болатын. Мына ортасындағысы бізде іркілдек зат осы. Бұл шыны тәрізді дене деп, иә. Осының несін, құрылысын сендер жаттап алыңдар. Қарашыққа қарама қарсы қайсы? Түсінбей салайын ба? Микрофон өшір. Оқушылар, микрофон өшіріңдерші. Сол. Болды, аралай жалғастырайық. Сонымен бұл жерде шыны тәрізді дене бізде жауап болды. Келесі 8-ші сұрақ. Адам генетикасын зерттеу әдісіне жатпайды дейді. Қайсысы жатпайды? Апай көрмей. Болды ғой, да? Иә. Адамның генетикасын зерттеу әдістеріне қайсысы жатпайды дейді. Генеалогиялық, егіздік, популяциялық, гибридологиялық, цитогенетикалық дейді. Гибридологиялық.
Иә, не үшін? Себебі қараңдар, мына жердегі суретке қараймыз. Адамның тұқым қуалаушылығын зерттеу әдістері былай болады. Генеалогиялық әдіс жатады, цитогенетикалық әдіс жатады, егіздік әдіс жатады, онтогенетикалық әдіс жатады, популяциялық әдіс және де биохимиялық деген осындай 6 әдіс бар. Осы 6 әдісті жаттап алсаңдар, оңай өтесіңдер. Сонда бұл жерде бізде жатпайтыны гибридологиялық деген әдіс жатпайды. Мысалы, иә? Қалғандарының барлығы бізде адамның генетикасын зерттеу әдісіне жатады. Не болды? Шулап кетті ме ол? В болады 9. Давайте бәріміз өшіре тұрайықшы микрофонды. Бұл жолы мен сөйлей берейін, иә? Кейбір жерлерде сұрайын, сол кезде жауап беріңдер. Өйткені жаман дауыстар естіледі. Давай. Бұл нәрсенің записі де сақталады да, кейінде көре алатындай. Нормально көріп отырасыңдар да сол кезде. 9-шы сұрақ былай дейді. Тіршілік үшін күрестің бір түрін тап дейді. Қараңдар, табиғи сұрыпталу, түр ішілік күрес дейді, түрдің көбеюі дейді, бейімделу дейді, және де мутациялық өзгергіштік дейді. Бұл сұрақты былай жауап беруіміз керек. Тіршілік үшін күрес дегеннің біріншіден не екенін біліп алуымыз керек. Ол бір түрдің ішіндегі бір түр мен екінші түр арасындағы немесе түрлермен қоршаған орта арасындағы ұрпақтардың өсімталдығын қамтамасыз ететін даралары бар ғой, солардың қарым-қатынасының жиынтығы екен бұл тіршілік күрес деген. Сонда, мына жерге қараймыз, түр ішілік күрестің 3 түрі бар бізде. Түр аралық күрес, түр ішілік күрес және де қолайсыз орта жағдайлармен күрес. Тіршілік үшін күрестің осындай 3 түрі бар. Осыны жаттап алсақ болды, оңай өте аламыз. Сонда бұл жерде қайсысы бір түрі дегенімізге, қайсысы келеді? Ол түр ішілік күрес. Түр ішілік. Келесі сұрақ есеп. Оп-оңай, ең оңай есеп осы. Осы есеп келсе көбісі қуанады негізінен. Қараңдар, АВС-ның арақашықтығы 8 см дейді. АВ-нікі 3 см, ал В-нікі қайсысы дейді. Бұны мен алдыңғы сабақтарда да негізі түсіндіріп жүргенмін. Тағы да бір түсіндіре кетейін, иә? 5 см. Так, қараймыз, иә, дұрыс. Өзі берілген АВС дейді, иә? Осы АВС үшеуі 8 см. Ал АВ мына екеуі 3 см. Мынаның кін тап дейді бізге. Бұныкі бізде 8 см. 3 азайтып тастаймыз, иә. Сол кезде бізде 5 см В-ның арақашықтығы. 5 см. Өте оңай есеп. Ондай не вообще ұзын мынандай есептерге қарап қорқып кетпеңдер, оп-оңай есеп негізінен. Қараңдар, 11-ші сұрақ. Сабан сабақты өсімдікті тап дейді. Сабан сабақты өсімдік қандай дейді? Сабан бидай. Вообще. Бидай. Неге? Себебі сабан дегеннің өзі дәнді және де ірі бұршақты дақылдарды бастырғаннан кейін қалатын құрғақ сабақ. Оны біз сабан дейміз. Оған бізде арпа, сұлы, бидай, тар жатады. Бұл жерде бізде бидай бар. Сондықтан да жауабы бидай болады. Дәл солай. 12-ші сұрақ. Сұйық ұпа дейді. Мына жердегілердің бәрі бізде ұпа негізінен. Иә, дұрыс. Вообще, мен қажет. Қан мен лимфа ол сұйық ұпа. Келесі 13-ші сұрақ. Шеміршекті жартылай сақинадан тұратын не дейді? Бронхо, кеңірдек, жұлқышақ, өкпе, көмір. Неге кеңірдек? Себебі мына жердегі суретке қарайық. Так, міне. Мына жерде кеңірдек барлығының несі тұр? Құрылысы тұр. Кеңірдек дегеннің өзінің анықтамасы былай. Ол шырышты қабықпен қапталған, шеміршек түтігінен тұратын тыныс алу мүшесі. Ол көмейден басталады. Несі? Көмейден басталады екен бұл не? Кеңірдектікі. Кеңірдек ол көмейдің жалғасы, іші қуыс түтік пішінді шеміршекті мүше. Сонда бұл жерде жауабы бізде кеңірдек болады. Шеміршекті мүше болғандықтан, не? Мутагеннің түрін тап дейді. Мутаген деген өзі латын тілінен аударған кезде гендерді өзгерту деген мағынаны береді. Өзі мутагеннің 3 қана түрі бар, сол нәрсені ұмытпайық. Химиялық мутагендер, физикалық мутагендер және де биологиялық. Сонда мына жерде бізде биологиялық қана бар, сондықтан да Д варианты бізде дұрыс. 15-ші есеп екен. ДНК дейді. Биологиялық болады, иә, дұрыс. Биологиялық болады. 15-ші сұраққа кеттік. ДНК молекуласында жалпы нуклеотидтің 40% жоқ, дұрыс емес. Қазір оқушылар мен тыңдаңдаршы, иә, жарай ма? Тыңдаңдар, иә. Біреуін білсеңдер, біреулерін білмейсіңдер, иә. Мен түсіндіріп беремін қазір. ДНК-да дейді 20%-ын тимен құрайды дейді. Қалған цитозиннің пайыздық мөлшерін тап дейді. Негізінен біздің білуіміз керек нәрсе, алдыңғы сабақтарда да жақсы түсіндіріп жүрген мен бұларды. Менің сабағыма қатысып жүрген оқушылар болса, олар бұны
жақсы түсінеді сразу. Қараңдар, мына нәрсені 20 40. қараңдар. 30 болады. Болды, оқушылар, мен түсіндірейін жарай ма? Кейбіреулерің білмейсіңдер бұның ішінде. Түсіндіріп берейін. Пуринді негіздеген бар ДНК-да. Оған аденин мен гуанин жатады. Пиримидинді негіздеген бар. Оған цитозин мен тимин жатады. Бұл ДНК-да. Ал РНК-да дәл осылай тек қана тиминнің орнына урацил береді. Болды. Басқа ешқандай қиындық жоқ. Аны білуіміз керек. ДНК-да аденин мен тимин бір-біріне тең, гуанин мен цитозин бір-біріне тең. Ал РНК-да аденин мен урацил бір-біріне тең. Аденин мен тимин? Гуанин мен цитозин бір-біріне тең. Сонда есепте былай дейді, 20% бізде тимин берілген екен. Цитозинді тап дейді. Общий бізде 100% бар, 4 нуклеотид бар бізде. Аденин, тимин, цитозин, гуанин бар. Соның 20%-ын тимин дейді. Сол тимин бізде жаңа айттым, аденин мен тимин тең дедім, сондықтан да тиминдікі бізде 20% болғандықтан, адениндікі де бізде 20% болады. Сонда тиминнің пайызын 2 көбейтіп жібереміз, 40% шығады. Бұл аденин мен бізде тиминнің пайызы. Ал бұл жерде цитозинді тап деп тұр бізге. Общий бізде 100% бар ғой, 100%дан осы аденин мен тиминнің пайызын 40%ын алып тастаймыз. Сол кезде бізде 60% шығады. Бұл 60% бізде цитозин мен гуаниннің пайызы. Сонда 60-ты 2-ге бөлсең, яғни цитозин мен гуаниннің әрқайсының пайызын білу үшін 2-ге бөлеміз ғой. Сол кезде бізде 30% цитозин шығады. Сонда жауап бізде 30% А вариант екен. Келесі 16-шы сұрақ. Қияр қызанақтың түсімін арттыру үшін қолданылатын затты тап дейді. Шырыш, лапыз, сүмбіл шаш, лапыз. Неге лапыз? Себебі лапыз деген өзі тақырыпта лапыз туралы оқитын болсаңдар, ол лапыздың тұқымы бар ғой, ол медицинада дәрі ретінде пайдаланылады негізі. Соның лапыздың тұқымынан қан ауруларын, қатерлі ісікті емдейтін дәрі алынады екен. Тұқымы бірақ өте улы лапыздың. Және де ауыл шаруашылығында да пайдаланады. Именно қияр мен қызанақтың түсімін арттыру үшін осы лапызды бізде пайдаланады екен. Осы нәрсені ұмытпаймыз. Келесі, Қазақстанның эндемик балығын тап дейді. Эндемик деген сөздің бірінші мағынасын біліп алыңдар. Эндемик дегеніміз ол жер шарының шағын аймақтарына ғана таралған өсімдіктер мен жануарлар дейді. Именно сонда Қазақстанда таралған тап деп тұр. Қазақстанда таралған балықты тап деп тұр. Мына жерде қарасақ, өзі подсказка беріліп тұр бізге, балқаш деп, біздің Қазақстанда ғана бар ғой. Бұл жерде жауап сонда балқаштың алабұғасы. Балқаш алабұғасы. Аха, дұрыс. Келесі сұрақ. Көздің тор қабығында құтышалардың жиынтығынан түзілген нәрсе ол не дейді? Сарыдақ. Несі анықтамасы осы. 19-шы сұрақ не дейді? Трансляция процесінің сатысы дейді. Бізде транскрипция оған жатпайды, делеция жатпайды, сплайсинг жатпайды, инверсия жатпайды. Бізде трансляция дегеніміз инициация дейді, бастапқы бөлігі оның, элонгация деген бар, ол синтезделу уақыты, және де терминация деген үшіншісі бар, ол аяқталуы. Сонда бұл жерде бізде инициация берілген. Осы үшеуін ұмытпаймыз. Инициация, элонгация, терминация деп үшеуі бар трансляцияның үш сатысы. Осы нәрсені ұмытпасақ болды. Келесі, парасимпатикалық жүйкелердің атқаратын қызметін тап дейді. Бізде екі нәрсе бар. Парасимпатикалық және де симпатикалық деген, ол вегетативті жүйке жүйесі. Осылай екіге бөлінеді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүреді. Мысалға, симпатикалықта қан тамырлары тарылтатын болса, ал парасимпатикалықта керісінше кеңейтеді. Көз қарашығын ұлғайтатын болса симпатикалықта, а мынада кішірейтеді. Симпатикалықта жылу беруді жоғарылататын болса, парасимпатикалықта жылу беруді төмендетеді. Короче, былай ғой, екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүреді. Симпатикалықта қарама-қарсы парасимпатикалық мүше не жүреді? Жүйке жүйесі жүреді. Сеу. Сонда түсінікті ғой, парасимпатикалықта бізде тап деп тұр, ода мына жерде мынандай нәрсе тұр. Ас қорыту мүшелерінің іс-әрекетін қоздырады деп. Ал жауаптарға қарасақ, сол нәрсе тұр екен. Қоздырады дегеніміз ол яғни арттырады деген сөз. Сонда В вариантта бұл жерде дұрыс екен. Түсінікті ғой, симпатикалық пен парасимпатикалықты екеуін ажырата білуіміз керек. Так, оқушылар, енді 20-шы сұраққа келдік, ары қарай 10 сұрақ қалды. Кішкене бір хабарландыру айта кетейін сендерге арасында. Кішкене перерыв болсын деген немен. Қараңдар, бізде осындай керемет нұсқа талдау сабақтарды бізбен бірге өткілерін келсе, осы біздің фан-скул клубының курсына қатыссаңдар болады. Сендер бұл курсты кімге керек? Тыңдайық, ол дайындықты енді бастап жүрген оқушыларға. Немесе қалай бастайым, неден бастайым, уже ұбытып алайын деп жатыр, мен не істеп жүрмін деген
көптеген оқушылар қазір ойланып жүр солайынан, иә. Сондай оқушыларға арналады. Дайындықты бізбен бірге тезірек бастап кетесің. Бізде тәртіп те бар, тәрбие де бар, білім де бар. Барлығы бізде бірге қатар жүреді. Келесі, дайындығына практика қажет. Яғни көп оқушылар кітапты алдына жинап алғандағыны оқи береді, күнде оқи береді. Бірақ практика жоқ. Оқи береді, бірақ ештеңе жасамайды ары қарай. Тек қана оқиды кітапты, практика жүзінде ештеңе жасамайды. Сұрақ, жауап, нұсқа талдау деген нәрсе көпсінде бола бермейді. Өйткені көп оқушыда нұсқа талдау, яғни нұсқа жоқ, 2020-ның нұсқалары жоқ. Негізінен ұбт білулерін керек, ұбт-дан соңғы 5 жылдағы ұбт-да келген сұрақтар араласып келеді, және де сол 30%-ға ғана өзгереді. Сонда сендер біздің клубқа, біздің немізге, курсымызға қатысатын болсаңдар, 2015-тен бастап 2020 жылға дейінгі нұсқа талдаулардың ішінен нұсқамызды талдап, жақсылап практика жасайтын боласыңдар. Келесі, дайындықты бастап кеткен оқушылар бар, бірақ дайындығын күшейте алмай жүргендер. Бір сарынмен жүре береді, ешқандай мотивация жоқ, ешқандай да план жоқ, мұғалімі жоқ, біреу жоқ, оны қамшылап тұратын былайынан оқы деп жүретін ешкім жоқ та мысалға. Сондай оқушыларға арналған. Келесі, ұбт-да жоғары балл алғысы келетін оқушылар біздің курсқа жазылсаңдар болады. Смело 35-тен жоғары балл ала алатын боласыңдар. Келесі, курсымыздың ерекшелігін айтайық. Мен өзім, Ағнет апай, мен өзім сендерге осы курсты жүргізетін боламын. Нұсқа талдауды да болады, сабақты да өзім берем. Айына 12 сабақ дейді. Бізде 12 сабақты мен күнделікті сабақ қой, ол теория, ол 12 сабақты бергенмен қоймай, артынан мен үй тапсырмасын беріп отыратын болам. Үй тапсырмасын өзім тікелей қабылдаймын. Әркімнен, мысалға айтам, кімге айтам, Бегасылға айтам, Бегасыл маған үй тапсырмасын жібереді, оны мен өзім тексерем, өзім бағасын қойып отырам, балды мен документке салып отыратын болам. Аптасына бір рет не болады? Нұсқа талдау болады. Дәл осылайынан отырамыз, нұсқа талдап отырамыз осылайынан. Нұсқа талдаған сайын сендердің нелерің жылдамдықтарың арта түсетін болады. Практика жақсы жүретін болады. Келесі, ауызша сұрақ. Ол ауызша сұрақ жауап деген қандай? Бізде өзіміздің куратор ағайымыз бар, Берік ағай. Ол сендерге куратор болады. Ол жай ғана куратор емес, басқа нелер сияқты. Әншейін бір студент емес, бір физика, математиканы оқып жүрген студент емес, кәдімгі биологияны таңдаған, биохимді таңдаған өте білікті маман, куратор бізде жұмыс жасайды. Ол ауызша сұрақ жауап қояды. Ол келесі күні болады. Мен сендерге теория ретінде сабақ беремін. Соның ішінен сендерге ол ауызша сұрақ жауап қойып отыратын болады. Және де әр сабақтың артынан, мысалға тамырлар деген тақырыпты өтем ба, тамырлар туралы артынан көптеген тесттер жіберетін боламын. Тек қана тамырларға қатысты. Соны сендер жаттайсыңдар, сол нәрсені де сендерден Берік ағай кураторларын сұрайтын болады. Авторлық үй жұмысы деген осы өзім жасаймын, үй жұмысының барлығын өзім тексеріп отырамын. Куратордың көмегімен 100+ балдың егері боласыңдар. Егер де біздің немізге курсымызға қатысқыларың келетін болса, мына жерде реквизитіміз тұр, Берік ағайымыздың. Осы жерге сендер реквизитке ақшасын саласыңдар, және де WhatsApp номерге жазасыңдар. Бұл жерде қазір мен көптеген уақытымыз жоқ, біздің қазір ары қарай жалғастыруым керек немізді, нұсқамызды. Ары қарай осы номерге қанша теңге болатындығы туралы, толық қалай болады, нұсқамыз қандай болады, неше ай өтеді, барлығын Берік ағайымыздан сұрап алсаңдар болады. Қандай скидкалар болып жатыр жаңа жылға байланысты, соның барлығын сендерге Берік ағай түсіндіріп береді. Егер де бізбен жұмыс жасағыларың келсе, бізбен бірге ұбт-дан 140 балл алғыларың келсе, біздің курсымызға қатысуға сендерді шақырамын. Берік ағай 2002 жылғы ма? Берік ағай қай жылғы? Ондай личный сұрақтарды 72 негізі бар ғой, оқушылар былай ғой. 73 па? Адамның жасына қарамайды. Және де былай, сендерге қазірді Берік ағай куратор болсын, мен куратор болайын, или бұрынғы Аристотель, Әл-Фараби келіп сендерге куратор, мұғалім болсын, сендер мынандай оқушы болады, оқитын оқушы болады, оқымайтын оқушы болады. Сендерге мысалға кейбіреуіне Аристотельдің өзі келіп сабақ берген күннің өзінде қабылдамайтын оқушылар болады. Сондықтан да ұстазды ондай нәрсе болмасын, жарай ма? Оның сендер жасында ешқандай да оны ойлап сендер шаршамай қойыңдар, жарай ма? Ары қарай кеттік, курс жайлы ары қарай Берік ағайдан сұрайсыңдар, немесе неге жазыңдар, группаға жазыңдар, жарай ма? Қосылам апай сізге. Саған да қосылам. Келесі сұрақ. Жасушадағы суды буландыратын мүшені тап дейді.
Мен алдыңғы сабақта да айтқам, ол бір ғана нәрсе, ол жапырақ. Жапырақ. Жапырақты белгілейсіңдер дағына плюс 3 бал алып кетесіңдер болды. Келесі сұрақ, күрделі шатыр гүлшоғыры бар өсімдікті тап дейді. Так, бұл жерде бақпа, жоқ, оқушылар тыңдайық. Қараңдар, күрделі шатырша гүлшоғырларға мыналар жатады. Тыңдап алыңдар. Сәбіз, аскөк, балдырған, күрделі қалқанша, яғни шқат пен шәңкіште деген өсімдіктер жатады. Бұл жерде бізде екі ғана вариант бар, аскөк пен сәбіз. Осы варианттар бізде дұрыс екен. Келесі 23-ші сұрақ. Ішек қуыстылар типінің ерекшелігін тап дейді. Бізде ішек қуыстылардың типінің ерекшелігі, ол дернәсілі олардың планула болады. Келесі ерекшелігі денесі екі қабаттан тұрады, яғни эктодермадан және де эндодермадан тұрады. Осы екі қабаттан тұрады. Үшінші ерекшелігі мына жерде газ қос жүрейін. Келесі ерекшелігі бізде жүйке торы алғаш рет осы ішек қуыстыларда пайда болған екен. Сол үш нәрсе бұлардың ерекшелігі болып табылады. Қалғандары бұларға вообще жатпайды. Денесінде қуысы жоқ деген нәрселер вообще бұған келмейді. Келесі сұрақ. Жорғалаушыларды зерттейтін зоология ғылымының саласы дейді. Қараңдар, мына жерде мүктерді зерттейтін ғылым бар, балықтарды зерттейтін ғылым бар, балдырларды, құстарды зерттейтін ғылым бар, құрттарды зерттейтін ғылым бар, сүтқоректілерді зерттейтін ғылым бар. Ғылымның түрлері өте көп. Осының ішінен жорғалаушыларды зерттейтін ғылымды тауып алуымыз керек. Ол қандай ғылым? Герпетология. Герпетология. Бұл вариантта бізде дұрыс. Ол жорғалаушыларды зерттейтін ғылым. 25-ші сұрақ былай дейді. Көз қуыстарындағы сұйықтық қысымының көтерілуінен қандай ауру туындайды дейді. Бізде көз дегеніміз дұрыс айтасың. Неге себебін қазір түсіндіріп кетейін. Бізде көз тақырыбын өткен кезде 8-ші сыныпта мына аурудың бәрін өтеміз. Әр қайсының қандай нәрседен пайда болады бұл ауру, барлығын жеке-жеке түсіндіретін боламыз. Бұл жерде именно көз қуыстарындағы сұйықтықтың қысымының көтерілуінен туындайтын ауру ол глаукома. Неге? Себебі глаукома деген ауру ол әлемдегі ең ауыр көз ауру екен. Ол су қараңғы деп те аталады. Екінші атауы сондай. Қазақша айтқан кезде көк түсті су деген мағынаны беретін бұл. Неге көк түсті су? Себебі кенеттен ұстап қалады адамдардың, сол кезде көздің қарашығы көкшіл сары түске боялады екен. Сондықтан да бұны қазақша бізде көк түсті су деген мағына беріп кеткен екен бұл. Бұл ауру көз қуыстарындағы сұйықтық қысымының көтерілуінен туындайтын ауру. Сонда мына жерде глаукоманы белгілейміз дағыны. Солай, осылайынан біз балды алып кете алады екенбіз. Бір ғана жауап бар. Глаукома ауруы сол. Келесі сұрақ. Жалпақ құрттар типіндегі ағзалардың барлығында мүлде жоқ. Қайсысы жоқ дейді, соны белгіле дейді. Жалпақ құрттар дегенде бірінші миыміз аламыз. Сразу жалпақ құрттарда не бар, соны есімізге түсіреміз. Қараңдар, жалпақ құрттарда тыныс алу мүшесі бар, және де жалпақ құрттарда тыныс алу мүшесі жоқ, және де қан тарату жоқ. Оларда көбею бар, зәр шығару бар, жұтқыншақ бар, жүйке жүйесі бар, сыр қабық бар, ас қорыту бар. Бұл жерде жалпақ құрттарда тек қана тыныс алу және де қан тарату жүйесі жоқ. Осы екеуі ғана. Сопақша ми арқылы жүзеге асатын рефлекстер. Жұту, және де түшкіру, және де жөтелу. Қараңдар, сопақша ми деген ол жұлынның жоғарғы шетінің жалғасы. Сопақша ми арқылы жүзеге асатын рефлекстер бар бізде. Ол 5 түрлі рефлекс бар. Қорғану рефлексі бар. Қорғану рефлексіне қандайлар жатады? Жөтелу, құсу, түшкіру, жас бөліну, көзді жыпылықтату ол қорғану. Тамақ рефлексі бар. Оған ему, мысалға бала бар ғой бөпе, емеді анасын, сол жатады, жұту жатады, сөл бөлу, ас қорыту бездері жатады. Үшінші, жүрек пен қан тамырлар жұмысын реттеу жатады. Төртінші, өз-өзінен жұмыс істейтін тыныс алу орталығы өкпе жұмысын жақсартқан кезде ол бізде осы рефлекске жатады. Бесінші рефлекс бар, ол есту ақпараттарын басқару рефлекс екен. Осылайынан біз сопақша мидың арқылы жүзеге асырылатын рефлекстерге осылар жатады екен бізде. Так, келесі полисахаридтерге не жатады дейді? Полисахарид дегеніміз ол былай. Оқушылар, поли деген сөздің өзі көп деген мағынаны береді. Көп.
яғни моносахарид дегендері бар, иә, дисахарид дегендері бар. Моносахаридтердің бірге жинақталуы ол полисахаридтер, яғни кішкентай бір ғана сахаридтерден көптеген сахаридтердің пайда болуы деп түсінсек болады. Бізде полисахаридтерге бұл жерде целлулоза жатады және де крахмал жатады. Қалғандары полисахаридке бізге жатпайды. Моносахарид, дисахаридтерге жатады екен. 29-шы сұрақ. Шала түрленіп дамитын ағзалар дейді. Шегіртке. Көбелек. Шегіртке бит. Тыңдайық, шала түрленіп дамиды деген нәрсені біріншіден не жатады емес? Вообще ол немене ол? Соны біліп алайық, иә? Шала түрленіп дамитындар дегеніміз, ол төменгі сатыдағы қанатсыз жәндіктер бар ғой, қанаты болмайтын жәндіктер, иә? Және де жоғарғы сатыдағы жәндіктер бар. Соларға тән даму жолы бұл шала түрленіп даму деген. Бұларға бүркіндіктер, инеліктер, шегіртке, тарақан, бәуіт, термит, таяқша тәріздестер, тері қанаттылар, биттер бар кәдімгі, иә? Бит, өзіміз білетін бит. Жартылай қатты қанаттылардың барлығы осы шала түрленіп дамитындарға жатады. Шала түрленіп дамитындардың онтогенезі, яғни даму сатысы 3 саттан тұрады. Жұмыртқа болады баста, одан кейін дернәсіл болады, одан кейін имаго түзіледі. Имаго дегеніміз ол ересек жәндік. Осылайынан шала түрленіп дамитын ағзалар 3 саттан тұрады. Сонда жауап шегіртке, бит. Бұл жерде осы екеуі ғана жатады. Қалғандары шала түрленіп дамитынға жатпайды. Так, 30-шы сұраққа да келдік. Идиоадаптацияға мысал бола алатын нәрсені тап дейді. Идиоадаптация дегеніміз білеміз, иә, алдыңғы сабақта айтқам, андай құрылымдық деңгейдің өзгермей, күрделенбей, бейімделуі, кәдімгі өзінің қалпында қалуы да. Мысалға, өсімдіктердің тікенектері мен безді түктері, өзінікі ол, иә, өсімдіктердің тікенектері, безді түктері. Және де скат, камбала деген балықтар бар ғой, біз білетін, иә. Солардың пішінінің жалпақтануы өздерінде бар олар. Осы екеуі бізде идиоадаптацияға жатады. Жойылу, немесе пайда болуы, күрделенуі ол идиоадаптацияға жатпайды. Сонда бұл жерде жауап С, Д жауаптары. Так, 30 Жи жата ма? Так, түсінбедім, жи дейсің ба? Омыртқалы жануарлардың ми құрылысының күрделенуі дейді. Мен айттым ғой, идиоадаптация дегеніміз ол күрделенбейді. Ол күрделенбейді. Жай ғана өзінің қалпын сақтап қалады. Күрделенбейді, бұл күрделеніп тұр. Ол оған жатпайды. Бұл жерде екі ғана жауап бар. С, Д. Так, былай оқушылар. Араморфозға жатады ғой, иә? Иә, араморфозға жатады күрделену дегеніміз. Так, оқушылар мына нені нұсқаны 51-10 деген ОБТ-да келген нұсқаны қазір группаға жібереміз. Және де қазір мені зумды бітірген екен запись сақталады. Записті де жібереміз. Соны өздерің келесіде тыңдап, қатемен жұмыс жасаңдар. Қатемен жұмыс жасамасаңдар, ешқандай да істерін алдыға баспайды оқушылар. Сосын айтайын деген мына оқушылар. Біздің сабағымызда былай болады. Теориялық сабақтарда мен видео сабақ ретінде түсіріп жіберемін. Мысалға көптеген 20 мың, 10 мың, 17 оқушылары бар, нелер бар ғой, оқу орталықтары. Олар осылайынан онлайн өтеді көбісі сабақты. Оған біреу қатысса, біреу қатыса алмайды. Ал сабақ 1-2 күн ғана сақталады. Ал біздің сабақ өзім осылайынан видео сабақ ретінде сендерге жіберетін боламын. Сендер оны қай кезде қарасаңдар да өздерің білесіңдер. Даже біздің курстан шығып кетесіңдер ғой, 3 ай мысалға толық биологияны оқып бітіресіңдер сендер. Сол кезде сендер оқып бітіргеннен кейін шығып кетесіңдер. Ал одан кейін мартта бітіріп атсаңдар мысалға, ары қарай 3 ай бар ғой, ары қарай сендерге ОБТ-ға дейін, оған дейін сендер қайталауларың керек. Бір нәрсені оқып қойып, одан кейін біттім, болдым, толдым деп ары қарай жүре алмайсыңдар. Қайталау керек, ұмытып қаласыңдар етпесем. Сол кезде өздерің менің видео сабақтарымды қарап, тегін қарап ары қарай, өздерің ары қарай түсіне беретін боласыңдар. Ол оңай. Басқа нелер сияқты біз тек қана онлайн кіріңдер демейміз. Яғни кірулеріңде кейбір кезде міндетті, мынандай осындай нұсқа талдау деген сияқты. Одан бөлек бізде мотивациялық сабақтар өте көп болады. Біз Берік аға екеуміз сендерге мотивациялық ойындар, сабақтар айтатын боламыз. Және де кейбір кезде осылай нұсқа талдаймыз деп сендерді кіргізіп аламыз сабаққа. Сол кезде аяқ астынан вообще басқа шок болатын жағдайлар болуы мүмкін. Басқа бір сендер күтпеген нәрселер болуы мүмкін, иә. Және де бізде курсымызда өте ат салысып, кәдімгідей тапсырмалардың бәрін жоғары қылып, пробный тапсырамыз. Біз аптасына 1 рет пробный алып отырамыз сендердің 2020-да келген нұсқалардың ішінен. Сол пробный тапсырасыңдар сендер. Сол кезде кім жоғары алып келеді 1 ай бойы, 1 айдың соңында сендердің ақшаларын қайтаратын боламыз. Немесе 3 ай бойы төлеген ақша бар ғой,
3 ай бойы төлеген ақшаларыңды сендерге соңында қайтарып береміз. Сонда біздің группаға, біздің курсқа қосылып, сабақ өту арқылы сендер өздеріңе білімді де жинайсыңдар. Қайтадан нелеріңмен, сыныптастарыңмен, басқа оқушылармен жарысып жүріп сендер өздеріңе қайтадан ақшаларыңды қайтарып алуларыңа болады. Оқушылар және де тағы бір айтатын нәрсем, біздің курсқа қатысып, сендер грантқа түсулерің әбден мүмкін. Ол 99% сенімділік. Неге? Себебі, қараңдар, грантқа түскендер мынандай болады. Мен папам былай айтатын еді, грантқа түссеңдер үйге айына деппін ғой, 9 ай сайын, 9 ай сайын 1 миллион және де 1,5 миллион ақша кіргізіп отқандай боласыңдар дейді. Ол рас нәрсе. Мысалға, сендер грантқа түстіңдер ма, сол 1 миллион теңгелік оқудың грантына түстіңдер ма, сендер 1 миллион теңгені жыл сайын үйлеріңе кіргізіп отқандай боласыңдар. Одан бөлек сендер стипендия алып отырасыңдар. 26 мың теңге стипендия алып отырасыңдар. Ал мен сияқты педагог болатын болсаңдар, сендер 42 мың теңге ай сайын стипендия алып отыратын боласыңдар. Сондықтан да сендер біздің курсымызға жазылып, бізбен бірге сабақты өтіп, белсенді болып, ең жоғарғы нәтижеге жететін болсаңдар, сендерге көптеген бізде тосын сыйлар болатын болады. Так, осы қысқаша айтатын болсам, осылай ары қарай толығырақ группада сұраңдар, Берік ағайдан сұраңдар. Берік ағай бізде барлық сұрақтарға жауап береді. Ол кісі өте білімді кураторымыз, өзі де жоғары балл жинаған. Сондықтан да оқушылар бізге сенім артып, біздің курстарымызға қатысуларыңы сендерді Бағасы қанша курстың? шақыратын боламыз. 3 айға басқа ақша, Берік ағай, 1 айға басқа ақша болады. Жаңа жылға байланысты сендерге 30% акция жүргізіп жатыр. Ойлаңдар, 15 мыңның ақшасы 3 айлық, 15 мыңның 3 айға 15 мыңның ақшасы басқа ақшаға болатын болады. Оны сендер Берік ағайдан немесе группаға жазып бөлулеріңе болады. Осымен Берік, сәлем. Берік ағай десек болады да, оқушылар, давайте. Кішкене нені айттым ғой, жаңа жасқа қарамаңдар, адамның біліміне қараңдар сендер, адамның талпынысына қараңдар. Так, осымен бүгінгі біздің нұсқа талдауымыз жақсы аяқталды деп ойлаймын. Ұнаса сендер комментарий қалдырыңдар, группаға, телеграмға, біздің инстаграм немізге жазылыңдар. Өте күшті нелер салып отырамыз, посттар, лайк басып отырыңдар. Сау болыңдар оқушылар, осымен сабақты аяқтаймыз. Соңыз. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Сол.